Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ең танымал, ең дәмді болып шығатын бупи-пай тортының рецептерімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен шоколадымыз бен сармаймызды біріктіріп аламыз. Су моншасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз. Таза құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқаны шағып аламыз. Міндетті түрде жұмыртқамыз бөлме температурасында болуы керек. Қантымызды 3-4 бөлікке бөліп, жақсылап араластырамыз. Енді біз суып тұрған шоколадымызды дайын болған массамызға құямыз. Ұнымыздың үстіне какао және қопсытқышымызды араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстіне елекпенен ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын болды. Оны пергаментке 3 немесе 4-ке бөліп, оны жақсылап бір тексетіп жайып аламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны 180 градуста 7-9 минут аралығында пісіріп аламыз. Енді кремімізді дайындап аламыз. Шамамен 7-8 минуттай араластырып алдым. Содан соң творожный сырымды салдым. Енді жылдамдығымызды асырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Енді қант ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Енді әдемілеп шариктер жасап аламыз. Шетінен ортасына қарай шариктер жасап, ортасына крем жағып, бір текстетіп жайып аламыз. Екінші қоржығымызды қойып, тағы да дәл солай етіп шариктер жасаймыз. Ең соңғы қоржығымызды алып, оны асты жағын үстіне қаратып, ганашымызды құямыз. Барлығын описанияға қалдырып кеттім. Сол жерден қарасаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Біздің бупи-пай тортымыз дайын болды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр.